Барыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзімнің авторлық рецептімен дайындалған керемет торттың дайындалу жолын көрсететін боламын. Кокосты бисквиттен және шоколадты кремнен тұрады. Миндальды слайспен әсемдедім. Ал әсемдеуі негізі өзіңіздің қалауыңызша. Корждар өте нәзік болып шығады. Және де кремі шоколадты балмұздаққа ұқсайды. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ, ал дәмі барлығына ұнайтынына кепілдік бере аламын. Міндетті түрде жасап, осы видеоны соңына дейін қарап, пікіріңізді қалдырып және де лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ менің инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Парақшаның атауын жоғарыға жазып қойдым. Ол жерде де мен әртүрлі рецепттермен стористе бөлісіп тұрамын. Тортты дайындау үшін бізге ең алдымен ұн қажет. Және де оның үстіне мен қопсытқышты салып қойдым. Осы екеуін елекке салып қойдым. 4 жұмыртқа қажет, қант, кокос жаңқасы, яғни кокосовая стружка, және де 24 сантиметрлік жаңағы форма, 22 сантиметрлікте бара береді. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Барлық ингредиенттің құрамын, яғни мөлшерін мен описанияға видеоның асты жазып қойдым. Жұмыртқаның үстіне қант саламыз және де жақсылап миксерлейміз. Шамамен 3 минуттай, 4 минуттай ұзақ миксерлеу керек. Егер жай ғана миксерлейтін болсаңыздар, аз миксерлейтін болсаңыздар, сіздің бисквиттеріңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себептен де ұзақ, аппақ болып көтерілгенше миксерлеу қажет. Мінеке қараңыздар. Бізде осындай аппақ болып көтерілді. Тіпті бүйтіп көтерген кезде кішкене ізі қалады. Осындай болу керек. Енді біздің қопсытқышпен ұнды осы електен өткізіп саламыз. Електен өткізу себебіміз жаңағы бисквитіміз биік болып көтерілу үшін. Ең алдымен осы миксердің А жылдамдығында араластырамыз. Одан соң кокос жаңқасын саламыз. Тағы да миксердің ең жай жылдамдығында жақсылап араластырамыз. Егер ең қатты жылдамдығында араластыратын болсаңыздар, біздің бисквиттеріміз аласа болып қалуы мүмкін. Біздің қамырымыз дайын. Диаметрі 24-22 сантиметр болатын формаға саламыз. Мен астына тефлонды коврикті салдым. Пергамент қағазында салуға болады. Егер еш нәрсе болмаса, онда сары маймен жақсылап жағып шығуларыңыз қажет. Бисквитті қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Шамамен 30-35 минут. Піскен кезде міндетті түрде осылай ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Біздің таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Және де бисквитіміз жұмсақ болады. Менде 30 минут пісті. Ал енді кремді дайындаймыз. Ол үшін кілегейді осындай ыдысқа құйып, орташа отқа қоямыз. Ысытуымыз қажет, бірақ қатты ысытып, жаңағы қайнағанша ұстамаймыз. Тек қана жай ғана ысытамыз. Ысытқан соң біздің шоколадты осылай сындырып саламыз. Біздің кілегейді ысытуымыз себебі бұл жаңағы шоколад еруі үшін ысытып жатырмыз. Сол себептен де қайнатпаңыздар. Қайнатсаңыздар, ол жаңағы майға айналып кетуі мүмкін. Біздің шоколадты сындырып салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Ол осы ыстық кілегейдің ішінде жақсылап еруі керек. Кілегейдің пайызы міндетті түрде 33-35% аралығында болуы тиіс. Егер одан аз пайыздық болса, ол жаңағы крем шықпай қалады. Шоколадты кілегейдің бетін пленкамен жабамыз. Вконтакт жабу керек. Вконтакт дегеніміз бұл жаңағы пленка тиіп тұру керек. Сол кезде беті кеуіп қалмайды. Кейін оны тоңазытқышқа қоямыз. Кемінде 2-3 сағатқа қою керек. Негізі бұл кремнің рецепті менің каналымда бар. Егер толығырақ қараймын десеңіздер, төменге описанияға жаңағы ссылкасын қалдырамын. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Ең алдымен кішкене 30 минуттай бөлме температурасында суытып алдым. Кейін тоңазытқышқа салып қойдым. Тоңазытқышта негізі мен ұзақ ұстадым, 6 сағаттай ұстадым. Өйткені мен кремді түнде жасап, түнге қойып қойған болатымын. 6 сағаттан соң алып, кейін осылай миксермен араластырдым. Ең жай жылдамдығынан бастап араластырамыз, кейін жалап біздің жылдамдықты көтереміз. Кілегей міндетті түрде салқын болу керек. Сол кезде ғана ол жаңағы шайқалып,
өзінің формасын қатты қылып ұстайтын болады. Мінекей қараңыздар, біздің кілегей қоюланып жатыр, жайлап кремге айналып жатыр. Кремнің дайын болғандығын білу үшін біздің жаңа миксерді тоқтатқан кезде біздің крем ағып тұрмауы керек. Енді бисквитті алып бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен 3 жаңағы бөлікке бөлдім. Қаласаңыздар тең ортасынан 2-ге де бөлуге болады. Мен 3-ке бөлген соң 3 корж шықты, тепе-тең қылып бөлдім. Егер түп-түзу қылып бөліп үйренгілеріңіз келсе, яғни кесіп осылай үйренгілеріңіз келсе, видеода көрсетілгендей қылып істеңіздер. Ең алдымен айналасының барлығын ортасына жеткізбей кесіп аласыздар. Кейін айналасының барлығын кескен соң жаңағы ортасын кесесіздер. Бір жаңағы жүргізіп шығасыздар. Мына қараңыздар, видеода мен анық қылып көрсеттім. Шамамен 3-4 сантиметр ғана болатындай қылып айналасын кесіп аламыз. Ортасына жеткізбейміз пышақты. Осындай ұзын пышақпен кесу керек. Сонда ғана ыңғайлы болады. Қысқа пышақтармен олай кесілмей қалады. Барлығын айналдыра отырып, осылай жандарын кесіп алдым. Содан соң бір жүргізіп шығамын. Осы пышақпен ортасын жүргізіп шығам. Мінекей қараңыздар, мен қазір ортасын кесіп жатырмын. Енді ортасын кестім. Осылай істесеңіздер, сіздердің бисквиттеріңіз түп-түзу болып кесіледі. Қараңыздар, мінсіз болып кесілді. Және де өте әдемі болып піскен. Енді мен кальцоны саламын. Кальцо ол торттың жаңағы кремін жаққан кезде түп-түзу болып жағылу үшін, тортымыз әдемі болып шығу үшін қажет. Егер ондай кальцо болмаса, бізге міндетті емес кальцо. Жай ғана қолыңызбен жинай беруге болады. Осылай кремді кондитерлік қапшыққа салып алсаңыздар ыңғайлы. Егер ондай болмай жатса, қасықпен немесе силиконды күрекшемен жаға беруге болады әбден. Сондай-ақ менің каналымнан сіздер сникерс, вупи пай, молочная девочка сияқты қазіргі уақыттағы барлық хит болып жатырған торттардың рецептін таба аласыз. Менің каналымда 20-дан астам торттың рецептісі бар. Барлығы оригинал рецепт. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Төменге мен плейлисттерді қалдырамын. Ол жерде кремнің рецептілері бар, торттың, ыстық тағам және де бірінші тағамдарында барлығының жаңағы жасалу жолдары көрсетілген. Қазақ тілінде әдемі қылып барлығы түсіндірілген. Міндетті түрде видеоларды қараңыздар және де лайк қойып пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет айтамын. Сонымен қатар қандай тағы рецептілерді қалайсыз, төменге пікірге қалдырып кетіңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса да пікірге жазыңыздар. Мен қолым босаған кезде, көрген кезде міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Торттың бетін мен осындай миндальды слайсымен әсемдедім. Мұндай миндальный слайсыды сіздер кондитерлік дүкеннен аласыздар. Яғни кондитерге қажетті заттарды сататын дүкенде сатады. Барлық жерде сата бермеуі мүмкін. Бұл кәдімгі миндаль, бірақ соны жаңағы жіңішке қылып, әдемі қылып кескен. Дәмі өте дәмді. Кәдімгі миндаль секілді. Егер қаласаңыздар, шоколадты күштен өткізіп салсаңыздар болады. Бананмен әсемдесеңіз болады. Тіпті еш нәрсемен әсемдемей, дәл осы шоколадты түрінде қалдыра беруге де болады. Шоколадты ерітіп салса да болады. Егер біреудің туған күні болса, өзіңіздің жаңағы туған күн иесінің атын шоколадпен жазуға да болады. Оны қалай жазу керектігі менің каналымда бар. Біздің тортымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Қазір бірге торттың дәмін көретін боламыз. Видеоны әлі де өшірмеңіздер, бірге міндетті түрде қарайтын боламыз. Торттың дәмі өте керемет болып шықты. Мен кәдімгідей бұл тортқа ғашық болып қалдым. Тіпті егер тортқа заказ қабылдайтын болсам, бұл тортты міндетті түрде сол тізімге енгізер едім.
барлығына да ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шынымен де дәмі керемет, сөз жоқ керемет. Мені үй ішіме, отбасыма барлығына да ұнады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің еңбегімді бағалап кетіңіздер.